Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен iAgamer YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге логикалық сұрақтардың 3-ші бөлімін дайындап қойдым. Видео бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып, каналға жазылып, қасынан шыққан қоңыраушаны басып қояйық. Ал ендеше біз видеоға кеттік. Бірінші сұрақ. Ломбардта ұрлық болады. Күзетші бірден есікті жауып, 3 күдіктіні табады. Бірінші күдікті айтады: "Мен өте бай тұрамын. Маған мұндағы әшекейлерді ұрлау керегі жоқ. Сондықтан мен ұры емеспін" дейді. Ал екінші күдікті атай: "Мен ұрлаған жоқпын. Себебі мен бұл дүкенге шатасып кіріп кеттім. Негізі маған киім дүкені керек еді" дейді. Ал үшінші күдікті ұшқыш: "Мен ұрлаған жоқпын. Себебі менің көзім өте нашар көреді. Қай әшекей қымбат, қай әшекей арзан екенін ажырата алмаймын" дейді. Күзетші осы үш күдіктінің сөзін тыңдап, қай адамның ұры екенін табады. Ал сіздердің ойынша осы үш күдіктінің қайсысы ұры? Уақыт кетті. Жауабы: үшінші күдікті ұшқыш өтірік айтты. Себебі ұшқыш мамандығына көзі нашар көретіндерді алмайды. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Екінші сұрақ. Елдос суда қайықпен жүзіп келе жатады. Бірнеше минуттан кейін ол қайығының тесілгенін көреді. Бірақ тесік онда үлкен болмайды. Бірақ ол тесікті бітеу керек болатын. Ода тесікті бітейтін екі зат бар. Біріншісі оның қайығының ескегі, ал екіншісі оның су ішетін стаканы. Елдосқа осы тесікті бітеу үшін не істеу керек? Уақыт кетті. Жауабы: Елдосқа ешқандай қайықтың ескегі де, су ішетін стаканда керегі жоқ. Ол жай ғана аяғындағы жасанды аяқпен тесікті бітесе болады. Осы суреттердің ішінен екі бірдей суретті табыңыз. Уақыт кетті. Төртінші сұрақ. Жоғарыдағы суретті төмендегі суреттердің ішінен табыңыз. Уақыт кетті. Бесінші сұрақ. Осы екі әншінің қайсысы бай деп ойлайсыздар? Өз жауабыңызды комментарияға жаза кетіңіз. Ал осы сұрақтың жауабын келесі видеода айтатын боламын. Сондықтан осы видеоға лайк басып, каналға жазылып, қасынан шыққан қоңыраушаны басып кетейік. Осымен біздің видео аяқталды. Егер де сіздерге видео ұнаса, осы видеоны достарыңызға таратыңыздар. Олар да
Айемір каналының видеосын көріп, миларын дамытсын. Достар, менің жазға қойған мақсатым 100 мың подписчикке жету, яғни қазақ ютубын дамыту. Сондықтан каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетейік. Сіздермен болған Айемір каналы. Қош, сау болыңыздар.